Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Фаршированный рулет дайындаймыз. Жұмыртқамызды ыдысымызға шағып аламыз. Үстіне ұсақ үкіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Тұз салмасаңыздар да болады, себебі ірімшікте тұз бар. Манная крупа және майонез салып, барлығын әдемілеп асықпай араластырамыз. Сары түсті краска немесе куркума салсаңыздар болады. Рулеттің түсі әдемі болу үшін. Ұнамаса салмасаңыздар да болады. Да 40 размердегі табаға пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазына май жақпайсыздар. Омлетімізді құйып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. 180 градуста 10 минутта алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Піскенде осындай болады, ыстық кезінде осылай орап қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Фаршқа алдын ала қуырылған пияз, тұз, қара бұрыш саламыз. Барлығын араластырып дайындаймыз. Омлетіміз суыған соң осылай начинкамызды салып, қолымызды арасында майлап, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Бұл процесте асықпаңыздар, себебі омлеттеріңіз жыртылып кетуі мүмкін. Рулетімізді асықпай нығыздап ораймыз. Бос оралып қалса, дұрыс кесілмей қалады. Екі шетін бекітіп, тағы да 30 минут 180 градуста пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.